Қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге ас үйде қажет болатын пайдалы кеңесіммен бөлісемін. Ол үшін бізге дүкеннен қайтқан кезде магазиннен келген мынандай пакеттер қажет болады. Осыларды жинақы қылып, қалай жинау керек екенін көрсететін боламын. Кеттік. Ол үшін бізге майонездің бос шелегі и пакеттеріміз керек. Ол үшін майонездің шелегін плюс белгісімен кесіп аламыз. Кесіп аламыз. Қашымен де кесуге болады. Бізге ыңғайлысы пышақпен. Ол үшін бізге енді әрі қарай мынадай жиналған бума пакеттеріміз керек. Осы пакеттерді барлығының размерін бірдей неге келтірген дұрыс. Соңғы пакетті 90 градусқа майыстырамыз. И былай бұрап, бүктеп жинаймыз. Пакеттің бітуіне 10 см қалған кезде келесі пакетті жинаймыз. Осылай қалған пакеттердің барлығын жинап, 10 см қалған кезде келесі пакетті жинаймыз, бүктейміз. И дайындап болған. Сіздер басқа нәрсе алсаңыздар да болады. Мен майонездің шелегін пайдаландым. Плюс қылып батырмасымен бекіткен нәрсемізге осылай келесі пакетті ала бересіздер. Менің кеңесім, пайдалы кеңесім ұнаса, маған лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырау басып қойыңыздар и пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер.